Атырау облысының білім беру басқармасы облыстық әдістемелік кабинет және интеллектуалды мектебімен бірлесе отырып, білім беру жүйесіндегі басшы кадрлардың басқарудың тиімді жолдары тақырыбында семинар ұйымдастырылды. Бұл семинарда жалпы мектеп басшыларына қажетті нормативті құжаттар, заңнамалар, еңбек барысындағы, ұжым арасындағы еңбек дауына, тағы басқа қатысты мәселелерге қатысты мәселелер және жалпы еңбек жолындағы басшылық қызметтің ерекшелігі, одан кейін көшбасшы болу, жалпы мектеп білім беру жүйесінің жаңартылған білім мазмұны жағдайында мектеп басшы қандай іс-әрекеттер атқару керек, осы тақырыбындағы көптеген мәселелер қарастырылды. Мектеп басшыларының арасында жалпы ұжыммен жақсы жұмыс істеу, тіл табыса білу, себебі бір мектепте ұжымның педагогикалық кадр және техникалық бағыттағы қызметкер, одан кейін мектептің оқушылары және оның ата-аналары бар. Міне осылардың арасында көптеген соңғы кездерде келіспейтін шарттар, дау-дамайлар, осыларды қалай оңтайлы шешуге болады, қалай басқаруда осылардың алдын алуға болады деген мәселелер қарастырылды. Әсіресе өздеріңіз білесіздер, қазір біз білім беру мазмұнын жаңарту мәселесіне көшіп отырмыз. Мектеп басшыларының басқарудағы іс-әрекеті қандай болмақ, сондай қандай мәселелер біздің алдымызда соның алдын алу тақырыбындағы семинарда қарастырылып отыр. Әрбір мектеп басшысы осы семинар арқылы болашақтың бүгінгі күннің талабын түсіне біліп, соған қарай бұрылған жолға қандай қиындықтар тұр алдымызда, нені білу керек деген сияқты мәселелер төңірегінде көп ойларын ортаға салып жатыр. Сондықтан ел басының аманаты жалпы білім беретін орта мектептің өз деңгейі ертеңгі күні Назарбаев зияткерлік мектебінің деңгейіне жету керек деген бағытта бұл өткізіліп жатқан біріккен шараның құндылығы осында деп түсінер едім.